Баршаңызға сәлем. Жаңа жылда жаңа булочка рецепттермен сіздермен мен бүгін бөліспекшімін. Видеоның соңына дейін көрулеріңізді ұсынамын. Бізге керегі 100 грамм май, 100 грамм қант, 100 грамм сүт, 1 шымшым тұз салып араластырамыз. Үстіне 150 грамм ыстық су құямыз. 1 чай қасық дрожж салып араластырамыз. Un саламыз. Жақсылап жұмсақ қамыр илеп шығамыз. Қамырымыз илеп болдық. Бұл қамырымыз өте жұмсақ, нәзік қамыр болып шықты. Осы қамырымыздан шырша булочкасын дайындап шығарамыз. Қамырымызды тындырамыз, қамыр көтерілгенше. Қамыр көтерілем дегенше біз 20 грамм қантқа 20 грамм мак салып араластырып дайындап қоямыз. Қазір біз шырша булочкамыздың үстіне себуге болатын. Қамырымыз көтерілді. Біз қамырымызды осылай етіп домалақтап бөліктерге бөліп шығамыз. Қамырымыз өте нәзік, жұмсақ. Қамырымызды осылайша қолымызбен домалақтап форма қыламыз. Сонда біздің формамыз өте әдемі шығады. Барлық қамырды домалақтап болдық. Енді біз формаға көшеміз. Осылай етіп әдемілеп кесеміз. Шырша секілді кесіп аламыз. Кесіп болған формамызды біз енді қант пен манттың үстіне қатты басып жабыстырамыз. Егерде мак қант жабыспаса, қамырдың үстіне сулап жабыстыруға болады. Шырша булочкаларымызды біз пісіретін тапамызға саламыз. 200 градуста пісіріп шығарамыз. Булочкаларымыз дайын болды. Мен сіздерге қазір көрсетемін. Өте нәзік, жұмсақ, балалар өте сүйсініп жейтін булочка болды. Достар, егер біздің канал ұнап жатса, бізге тіркеліп лайк басып біздерді қолдап кеттіңіздер. Ас болсын.